Қайырлы күн достар, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен 5 сағаттан тұратын тез әрі жылдам дайындалатын Наполеон тортымен бөлісетін боламын. Дәмі деген ерекше болып шығады. Ең алдымен бізге қатпарлы қамыр керек. Менде 1 килограммды ашытқысыз қатпарлы қамыр. Осы қатпарлы қамырымызды алдын ала бөлме температурасына қоямыз. Дайын болған соң бөлшектерге бөлеміз. Қатпарлы қамырымыздың өзінің сызықтары болады. Сол сызық бойынша мен 5 бөлікке бөліп, осылай бәрін 4 бұрышты қылып күлшелеп алдым. Осылай ұнның көмегімен 5 бөлікті де осылай жайып шығамыз. Қатты қалың да, қатты жұқа да болмау керек. Міне менде осындай болып шықты. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Қатпарлы қамырымыз пісем дегенше салмамызды дайындаймыз. Салмамызға ең алдымен 800 мл сливки қолдандым, 33%. Осының үстіне сгущенка қосамыз. Мен 3 желание сгущенканы пайдаландым. 250 грамм қостым. Осылай қою әдемі болып шығу керек. Міне менде уже салмам дайын. Осындай болып шығу керек. Бағанағы қамырымыз уже пісті. Қатпарлы қамырымызды жан-жағын тегістеп кесіп шығамыз. Кескен бөлшектерді тастамаймыз, оны бір ыдысқа салып алып, бетіне сепкенге пайдаланамыз. Міне менде уже дайын болды. Осыған бағанағы салмамызды жағып шығамыз. Жан-жағына, шет-шетіне барлығына жеткізіп жағып шығамыз. Осылай 5 бөліктеге де кезек-кезек жағып, осылай жағып шығамыз. Міне менде уже дайын болды. Бағана үгітілген крошкаларымызды бетіне сеуіп, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Кремі, оған дейін кремі сіңіп дайын болады. Міне менде уже дайын болды. Дәмі деген өте керемет, әдемі болып шығады. Бір жегеннен жей бергіңіз келеді. Осы рецептпен істеп көріңіздер. Қолдауларыңызға рахмет. Ас болсын.